Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансұлу, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл пирожкидің іші қуырдақтан жасалған, яғни кім қуырдақты екінші рет ыстып жегенін ұнатпайды, осылай пирожки жасап жіберуге болады. Ол үшін ұнға тұз, қант, дрожж, майонез және су қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысып қалмау үшін осылай сұйық майды қолдансаңыздар болады. Осы уақытта қуырдақты блендерге салып езіп аламыз. Егер қуырдағыңыз аз мөлшерде болып қалса, пияз бен сәбізді қуырып, осылай блендерге қосып, оны да майдалап жіберсеңіздер болады. Қамыр көтерілген соң ешқандай ұн қолданбаймыз, тек қана сұйық маймен жұмыс жасаймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, әр бөлікті дөңгелектеп және жұқалап жаямыз. Егер де сіздерге осы видео ұнап пайдалы болып жатса, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда талай жақсы рецептер шығатын болады. Осылай қамырды жұқа етіп жайып болған соң, барлығының ішіне блендерден өткізілген қуырдақты барлығына бірдетіп бөліп салып шығамыз. Сосын барлығын түйіп шығасыздар. Мен екі түрлі етіп түйдім. Біреуін осылай сопақша тәріздес, біреуін дөңгелекше етіп, қызып тұрған майға осылай салып қуырып аламыз. Майымыз қатты қызып кетпесін, қызбай да қалмау керек. Орташа отта барлығын қуырып аламыз. Қатты отқа қойып, арасы шикі болып қалмасын. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жансұлу, сау болыңыздар.